Чоң кірпіш мырза, Пак Бензинға бастық екеніңізді неге айтпайсыз? Ол менің бұл компанияның бастық екенімді біліп қоймау керек. Неге? Оған өте бай компанияның бастықтары ұнамайды. Оны қайдан білдіңіз? Пак Бензин, допустим, біздің компанияның бастығы саған ғашық болып қалса, не істейтін едің? Ей, қуасың ба, маған вообще бай жігіттер ұнамайды. Әлемде жалғыз еркек қалса да мен ешқашан компанияның бастығымен жүрмеймін. Олар маған ұнамайды. Құдайым, қай күнәм үшін мені компанияның бастығы және де өте бай адам қылып жаратты. Короче, осылай болды. Бүгін біздің конкуренттердің дүкенін аралауға кім барады? Пак Бензинмен ким жер құрды? Оның 5 литр баклажкадан су ішкені сондай сүйкімді. Пак Бензин, бүгін біз конкуренттердің дүкеніне барамыз. Может, дүкеннен кейін тамақ ішіп қайтамыз? Сонда бұл свидание ма? Бәлкім. Ладно, онда мен сені күтем. Неге ол оған қырындап тұр? Милашка. Эй, ким жер құрт. Бүгін сен дүкенге бармайсың, компанияның туалеттерін жуып шығу керек. Туалет? Ол менің жұмысым емес. Жұмыстан шығып кеткің келмесе жуасын. Чон кірпіш мырза, ол шын айтып тұр ғой. Сен де туалет жуғың кеп тұр ма? Вау, біздің конкуренттердің дүкені біздікінен де әдемі ғой. Люми, магазиннің аты да жақсы екен. Вау, не деген арзан бағалар, еще оригинальная продукция. Мына тестерлермен боянып алу керек. Не болды, түк көрмеген ұқсап? Я түк көрмеген, мен всегда жұмысқа барар кезде осындай магазиндерден боянып алам. Мә, сен де боянып ал. Туф, мына заттар маған қатты ұнайды. Мыналарды да обожающе. Жаль, что мыналарға ақшам жоқ. Мұнан бәрін сатып алам. Мына кремді жақып көру керекпін. О, жоқ, құлаватырмын. Чоң кірпіш? Алло, сіздің ұлыңыз, яғни менің болашақ күйеуім, мына жерде бір кедей қызбен полда жатыр. Мен не істеймін енді? Екінші бөлімнің соңы.